Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гаухар. Бүгін 5 минутта дайын болатын осындай тойымды салатты жасаймыз, кеттік. Салатқа тауық еті, қияр, жүгері және де жұмыртқа қажет болады. Бірінші кезекте жұмыртқаны осылай табаға құямыз, одан кейін шанышқының көмегімен жақсылатып жұмыртқалы массамыз езілгенше осылай араластырамыз. Бізді массамыз езіліп болғаннан кейін алдын ала қыздырылып тұрған табада құймақ тәріздес екі жағын қызарғанша әдемілетіп дөңгелекті етіп осылай видеодағыдай қуырамыз. Бір жағы қуырылып болған соң екінші жағын аударып оны да қуырамыз. Дайын болған енді жұмыртқаны әдемілетіп соломка етіп видеодағыдай орап, соломка тәріздес барлығын біркелкі етіп осылай турап шығатын боламыз. Барлық ингредиенттер туралып болғаннан кейін енді табаға бірінші қиярымызды, одан кейін тауықтың төс етін және де жүгеріні, одан кейін жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Соломка тәріздес немесе төртбұрышты етіп турасаңыздар болады. Жасалуына небәрі 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Міндетті түрде осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Жүгеріні қосып болдық. Енді дәміне қарай шым-шым тұзды, бұрышты қосып, жақсылап барлығын қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін барып, 2 ас қасық майонез немесе майонездің орнына қаймақты қоссаңыз болады. Жақсылап тағы да барлығын араластырамыз. Салатты әртүрлі етіп әсемдесеңіз болады. Мен чипсыларды қостым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.